Оқиға қатысушы Кимберлидің батыс Вирджиния ормандарына өмір сүру реалити шоуын түсіруге бара жатқанынан басталады. Көлік айдап келе жатып, ол менеджермен телефонмен сөйлеседі, ол оған бағыт береді. Ол бір жол айрығына жетеді, және бастықтары оған ескі қағаз фабрикасына қарай бағыт алуын айтады. Ол көлігін сол жаққа бұрады. Жолмен жүріп бара жатқанда қоңырауы үзіледі. Телефонын тексергенде сигнал жоқ екенін түсінеді. Телефонына қарап тұрғанда алдынан кенет адам шығады, және ол оны абайсызда соғады. Шок болып, ренжіген Кимберли адамның жағдайын тексеру үшін көліктен түседі. Ол адамның өмірі үшін дұға етеді. Ол әлі тыныс алып тұр, бірақ әрең. Ол көмектесу үшін жақындағанда, ол кенет оны ұстайды. Содан кейін, қорқынышты түрде, ол оның төменгі ернін тістеп алып, шайнай бастайды. Кимберли айғайлап, ауырсынудан бұралып, қашуға тырысады. Сол кезде басқа мутант пайда болып, оны ұстайды. Бұл үш саусақ деп аталады. Ол Кимберлиді тұрғызып, содан кейін балтамен оның денесін қорқынышты түрде екіге бөледі. Екі мутант оның денесінің әр бөлігімен жүріп кетеді. Көрініс өте қорқынышты. Осыдан кейін біз зейнеткер полковник Дейл Мерфиді көреміз. Ол батыс Вирджиния ормандағы өмір сүру реалити шоуының жүргізушісі. Шоу Апокалипсис деп аталады. Ол 6 қатысушыны қамтиды. Оның ішінде Кимберли бар, бірақ ол мутанттардың шабуылына ұшырап, түсірілім алаңына жете алмайды. Жас жігіт Мишель шоуын басқарып, режиссері де болады. Бәрі түсірілімге дайын, бірақ Кимберли әлі жоқ. Мишель онсыз жалғастыруды шешіп, шоудың тең продюсері Мараны 6-шы қатысушы ретінде шақырады. Ол келіседі. Олар орманның айналасындағы камераларды орнатып, барлық қатысушыларды мұқият бақылайды. Сондай-ақ әр қатысушыға камера тағады. Содан кейін түсірілім басталады. Дейл оларға орманда тамақ іздеу сияқты оғаш тапсырма береді. Ол 6 қатысушыны әр түрлі топтарға бөледі. Барлық ережелерді түсіндірген соң, шоу ресми түрде басталады. Жырдағы тұрақты камера бейнесі арқылы біз Нилдің дәретханаға бара жатқанын көреміз. Үш саусақты мутант оның артынан жасырынып келіп, оның тамағын кесіп, бірден өлтіреді. Одан кейін біз Дейлдің орманда ойын алаңын дайындап жатқанын көреміз. Дейл көлігіне қайтқанда бір дөңгелектің жебемен тесілгенін көреді. Сол кезде біреу оған жебелер ата бастайды. Ол қашып, ағаштың артына жасырынады. Алдында үш саусақты мутант оған балта лақтырады. Дейл әрең қашып, пышақ шығарып, мутантқа лақтырады. Пышақ мутанттың кеудесіне тиеді, бірақ әсер етпейді. Мутант өз пышағының қанын жалайды. Содан кейін басқа мутант кенет пайда болып, Дейлді артынан ұрып, естен тандырады. Соның ішінде Мишель тобын түсіріп жатыр. Каналын вирусты ету үшін, ол әлемге тек өмір сүру бейнесін емес, көбірек көрсетуді жоспарлайды. Бірақ Джей қарсы шығып, менің отбасымды көреді дейді. Осыны айтып жүріп кетеді. Елена болса, бұл мүмкіндікті жіберіп алғысы келмейді. Ол шоуында ерекшеленгісі келеді. Сондықтан ол Мишельмен флирт жасайды. Елена мен Мара өзен жаққа баруды қажет ететін тапсырма алады. Олар тез жүгіреді, және Мара тапсырманы орындау үшін алға шығады. Ол тапсырманы бір сәтте орындайды. Бірақ Мишель мен Еленаға қарағанда ол ренжиді. Өйткені ол бәрін Мишель үшін істеп жатыр. Ол қатты қайғырады, және Елена оның өрнегін байқайды. Соның ішінде Амбер мен Джонси ББК грилін көріп, бұл олардың тапсырмасы деп ойлайды. Матамен көтеріп алып кетеді. Мара сол жерден кеткісі келеді, сондықтан үйге қарай жүреді. Ол телефон табу үшін ішке кіреді. Іште 4 деформацияланған адамның суреттерін көреді. Әке, па, ана және аға, олар өте қауіпті мутанттар. Осы суреттерге қарап тұрғанда біреу айғайлап кіреді. Олар жасырын қарайды, және ана мен қарындасты көреді. Ана толғақта ауырсынудан бұралып жатыр. Қарындас оны үстелге жатқызып, босануға көмектеседі. Жаңа туған нәресте қорқынышты көрінеді. Елена мен Мара қорқып қарап тұрғанда қарындас оларды байқайды. Ол ұмтылған сәтте олар есікті жауып төсекпен бөгейді. Сыртында қарындас есікті қатты соғады. Барлық терезелер тығыз жабылған. Олар қорқып қашатын жол жоқ. Сондықтан олар дәретханадағы тесіктен өрмелеп шығуды шешеді. Олар өмірлері үшін жүгіреді. Бірақ оларды көріп, балта лақтырады, Мараның басына тиеді.
Елена көмектесу үшін тоқтамай. Ол жүгіріп кетеді. Па келіп Мараның басынан балтаны шығарып, Еленаға қуады. Елена жасырынып өмір сүруге тырысады. Соның ішінде Ма жүк көлігімен Па алуға келеді, және Мараның денесі жүк көлігінің артына байланған. Оның саусағын шайнап түкіреді. Саусақ Еленаның қасына түседі. Нина тыныш болу үшін аузын қолмен жауып тұрады. Каннибалдар кеткенде, Елена қашу мүмкіндігін пайдаланады. Мишель аймақты тастап, Лувға қайтады. Елена жалғыз қалады. Оның ағасы оны біраз уақыт бақылап тұрған, және сол кезде қарындас та пайда болады. Оны көрген қарындас қызғаныштан ағасын ұра бастайды. Елена жүгіргенде, қарындас пышақпен оның артынан қуады. Ол оны арқасынан бірнеше рет пышақтайды. Ол сонша қатты пышақтайды, оның омыртқасы көрінеді. Елена сол жерде өледі. Дейл есін жинағанда өзін төңкеріліп ілулі тұрғанын көреді. Алдында 3 саусақ Нилді кесіп кешкі ас дайындап жатыр. Сол кезде Па мен Ма жүк көлігімен келеді. Олар Мараның денесін тастап кетеді. 3 саусақ Дейлді өлтіруге дайын, бірақ Дейл босанып, оны жаралайды. Дейл, батыл солдат, 3 саусаққа батылдықпен қарсы тұрады. Ақыры ол 3 саусақтың мылтығын алып, оны атады. Үрвіда Мишель барлық камераларды тексереді. Кенет Үрв өздігінен жүре бастайды. Мишель Нил айдап жатыр деп ойлайды, бірақ шын мәнінде Па мен Ма рульде. Олар Мишельді ұстап алады, және Па оны қатты ұрып, ауыр жаралайды. Соның ішінде Амбер, Джонси және Джейк ББК-дан ләззат алып жатыр. Елена сол жерге келеді, қатты шошып, қорқып. Ол бәрін айтып, осында 1 минутта қалмау керек деп ескертеді. Джонси бұл шоудың бөлігі деп ойлап, ол ойнап жатыр деп санайды. Кенет Амбер ББК-дағы етте Кимберлидің татуировкасын байқайды. Олар шын мәнінде Кимберлидің аяғын жеп жатыр, және мұны толық біледі. Мұны көргеннен кейін де басқалар тоқтамай. Олар сол жерден кетеді. Рываға жеткенде, ештеңе таппай, өздерін құтқару үшін қағаз фабрикасына қарай жүреді. Соның ішінде Дейл үйді іздеп, фильмнің басындағы бензин станциясының иесі Мейнардқа кездеседі. Іште Дейл жараларын тігеді. Мейнард оған мутанттар туралы айтады. Олар инбридинг және қағаз фабрикасының химиялық қалдықтарының нәтижесі деп түсіндіреді. Мейнард Дейлдің 3 саусақты өлтіргенін түсінгенде, оған шабуыл жасайды. 3 саусақтың ұлы болғанын ашады. Дейл жақындағы динамит таяғын алып, Мейнардқа тығады. Ол жарылғанда Мейнардтың бөліктеріне бөледі. Одан кейін Дейл мутанттармен күресуге дайындалып, тапқан барлық жабдықты жинайды. Қалған 4 фабриканы іздеп бастайды. Кенет орманнан айғай естіледі. Бұл аға мен қарындас оларды қуып жатыр. Нина хаосты пайдаланып, фургонға қарай жүгіріп, басқаларды тастап қашады. Қалған 3 шабуылдаушылармен күресіп, қашып құтылады. Жүгіріп бара жатқанда Нина шұңқырға түседі. Ол шығуға тырысады, бірақ тұрып қалады. Нина әрқашан өзін ойлап, басқаларды тастап кеткен. Бірақ Джейк оны табу үшін қайтуға шешеді. Ол Амбер мен Джонсиға фабрикаға барып, сол жерде кездесеміз деп айтады. Содан кейін ол Нинаның айғайын естіп, оны құтқаруға жүгіреді. Ол оны тауып құтқарады, бірақ иығын шығарып алады. Кенет жүк көлігінің дыбысын естіп қайта жүгіреді, жартастың шетіне жетеді. Төменде өзен бар. Қарындас сол жерге келіп, оларға атады. Қашатын басқа жол болмағандықтан, олар өзенге секіреді. Амбер мен Джонси жүгіріп жатыр, бірақ Джонси тұзаққа түседі. Оны құтқаруға тырысқанда, Амбер де тұзаққа түседі. Сол кезде Па мен Ма пайда болады. Па оларға нысан алады, бірақ олын мүмкіндік береді. Аға бірінші соққымен Паны өлтіреді. Соның ішінде Нина мен Джейк фабрикаға әрең жетеді. Онда шкаф ішіндегі кішкентай қыздың қаңқасын көреді, және Нина оны көріп қорқады. Ол қыз мутанттардан шкафта жасырынып күтіп өлген деп елестетеді. Қозғалған Нина кетуге бастайды, бірақ Джейк оны тоқтатады. Ол Джонси мен Амбердің жақында келетінін күту керек деп айтады. Олар басқа құрбандардың бірнеше көлігін байқайды. Олардың өрісі да сол жерде, және ішінен Майклдың айғайы естіледі. Олар оны құтқару үшін жүгіреді. Джейк Рувға кіргенде Майклдың тірі бейнесін көреді, содан кейін Ма оны қатыгездікпен өлтіреді. Сол кезде Джейк бұл барлығы тұзақ екенін түсінеді. Бірақ кеш. Нина мен Джейк екеуі ұсталады.
Нина есін жинағанда өзін ас үстелінің алдында байланғанын көреді, ал Джейк жанында ілулі. Бұл бұрмаланған отбасы үшін кешкі ас уақыты, және олар тамақ алдында дұға айтады. Аға Нинаның аузына күшпен тамақ тығады. Фабрика шын мәнінде олардың үй екенін білеміз. Ма кесілген дене бөлігін ұнтақтау машинасына лақтырады, Дейлдің жасырын бақылап тұрғанын білмейді. Дейл сыртқа шыққанда шығарған дыбыс басқаларды ескертеді, және олар оны іздей бастайды. Дейл динамитпен ағамен қарындасты жарып, оларды тұзаққа түсіреді. Нина ішінен босануға тырысады, және көп ұзамай Дейл келіп, оны босатады. Одан кейін ол Джейкті де босатады. Сол уақытта Ма мен Па пайда болады. Олар балаларын бөлініп тұрғанын көріп, ашуға булығады. Па Дейлге бірнеше жебе атады, бірақ Дейл күшті, бұлшық етті адам. Содан кейін Ма оның мойнына оралатын өткір құрал лақтырады, және оны кеседі. Қан ағады, және ол сол жерде өледі. Нина қиын күреспен фабрикадан қашады, бірақ Джейк абайсызда ұнтақтау машинасы бар бөлмеге кіреді. Ма мен Па оның артынан кіріп, оны машинаға итеруге тырысады. Нина Джейктің айғайын естіп көмектесуге жүгіреді. Ол Паның мойнын тістеп, терісінің бір бөлігін жұлып алады. Джейк Паны ұрып жатқанда оны ұнтақтағышқа итеруге тырысады, бірақ осы процесте Джейк бір қолын жоғалтады. Ма Паны ұнтақтағыштан тез тартып алады. Сол кезде Нина тұтқаны тартып, қозғалатын бөрене Ма мен Паға соғылып, оларды ұнтақтағышқа ұшыратады. Нәтижесінде олар ұсақ бөліктерге ұнтақталады. Нина мен Джейк көліктеріне мініп жүріп кетеді. Соңғы көріністе 3 саусақтың әлі тірі екені ашылады. Ол Мараның саусағын деформацияланған балаға тамақ ретінде береді.